Асқабақ дәні өте пайдалы. Біле жүріңіз. Асқабақ дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Асқабақ дәні іштегі құрттарды түсіреді және әйелдер босанғаннан кейін аяқ қолының ісінуіне, көкжөтелге ем болады. Адам ағзасындағы құртты түсіру үшін 100-120 грамм асқабақ дәнін суға қайнатып, дәнімен қоса ішеді. Көкжөтелді емдеу үшін асқабақ дәнін әбден кептіріп, үгітеді. Ұнтақты сумен араластырып, күніне бірнеше рет қабылдайды. Жас босанған әйелдің сүті азайса, 150 грамм асқабақ қабығы мен шикі дәнін суға салып, аш қарынға ішеді. 3 және 5 күн ішінде сүттің мөлшері қалпына келеді. Асқабақ дәнінің тағы бір пайдасы артық салмақтан арылтады. Асқабақ дәні өсімдік ақуызы мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ерітіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтар қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді. Міне достар, кішкентай ғана асқабақ дәнінің адам ағзасына тигізер пайдасы мол екен. Ақпарат ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта каналымнан қызықты әңгімелер мен пайдалы ақпараттар көптеп шығады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.